Сәлем оқушылар, бүгін біз бір қалыпты айнымалы қозғалыстың күрделі есептерін талдаймыз. Материялық нүкте 10 секунд ішінде 60 метр жол жүрген, осы жолда оның жылдамдығы 5 есе артқан. Үдеу тұрақты болса, материялық нүктенің бастапқы жылдамдығы мен үдеуі неге тең дейді балдар. Бұл жерде біз бір қалыпты айнымалы қозғалыстың жылдамдығына формуласына саламыз. Ал кеттік, бірінші берілгенін жазайық. Т тең 10 секунд. Және де жылдамдығы 5 есе артқан v тең 5 v нулевой. Табу керек бастапқы жылдамдығы және үдеуі табу керек. Ал бізде жол берген екен, жолды жазамыз s тең 60 метр. Так, айнымалы қозғалыстың жылдамдығын формуласы осылай. Енді v-ның орнына 5 v нулевойды қоямыз. Тең v нулевой плюс at. Так, мынадан алып тастаймыз. 4 v нулевой тең аты. Бастапқы жылдамдықты табамыз осыдан. Аты бөлінген 4. Мәнін қоя салайық. Уақыттың мәні 10 секунд. Үдеу белгісіз 10а бөлінген 4 тең 2,5 а болады. Енді осылай тұра берсін. Біз енді балдар жолдың формуласына саламыз. v нулевойды аты квадрат бөлінген 2. Ал S-іміз 60 тең бастапқы жылдамдықтың орнына 2,5 көбейтілген 10 тура мына теңдікке салып жатырмыз балдар. Қосамыз. Үдеуіміз белгісіз, уақытымыз 10. 10-ны квадраттасақ балдар 100 болады. 100 а бөлінген 2. Так, орнына қойып жіберейік. 60 тең 2,5-ны 10-ға көбейтсек 25 а, қосамыз 50 а тең 75 а тең 60. Енді осы жерден 60-ты 75-ке бөлетін болсам, балдар 0,8 метр секунд квадрат шығады. Так, бізде үдеу белгілі болды. Енді бастапқы жылдамдық табамыз. Бастапқы жылдамдық мынау 2,5 аға тең болған жаңа. В тең 2,5 а. Так, в нулевой тең. Осы жерде 2,5-ті мен көбейтемін 0,8-ге тең 2 метр секунд шығады балдар. Бізде белгілі болды үдеу де және жылдамдықта. Келесі есеп. Автомобиль бағдаршамынан 50 метр қашықтықта және осы уақыт мезетінде 36 км сағат жылдамдықпен тежеле бастады. 2 метр секунд квадрат үдеумен тежелу басталғаннан және 4 секунд уақыт өткеннен соң автомобильдің орны дейді. Так, бізде автомобиль мен бағдаршамның арақашықтығы 50 метр. Және де автомобиль тежелді деген сөз, автомобильдің жылдамдығы азайды деген сөз. Онда тең кемелі кезіндегі жылдамдықтың формуласына саламыз балдар біз. Так, біз мышкамызды тауып алайық. Мышкамыз қайықта біздің? Ал берілген жазып алайық. S тең 50 метр. 50 метр. Так, жылдамдығы 36 км сағаты метр секунд қайналтырсақ 10 метр секунд шығады балдар. Так, үдеуі 2 метр секунд квадрат. Уақыты 4 секунд. Бізге табу керек автомобильдің соңғы орнын табу керек. X-ті табу керек және жүрілген жолды табу керек. Так, бірінші S-ті табайық. X v нулевой Т минус AT квадрат бөлінген 2. Так, v нулевойымыз біздің 10 метр секунд. Көбейтеміз оны 4-ке. Минус үдеуіміз 2. Уақытымыз 16. 4-ті квадраттасақ бөлеміз 2-ге. 40-40-тан балдар номинал қысқартылып кетеді. 16-ны алып тастасақ балдар бізде 24 метр болады. Енді 50 метрден 24 метрді алып тастасақ бізде 26 метр қалады балдар. Яғни автомобильдің орны 26 метр болды. 4 секунд өткеннен кейінгі орны.
Дене қозғалыс бастағаннан соң 8-ші секундта 30 метр жолды жүріп өтті. Дененің үдеуін тап дейді балдар. Так, табамыз. Бізде S тең 30 метр. 8-ші секундта дейді балдар. 8-ші. Бұл әлі 8 секунд жүрген жоқ. Сонда үдеуін тапсақ, формуласы қарапайым 2S. Қазір жүстіп жазып жіберейік. 2S бөлінген Т квадрат. Так, 2 көбейтілгеніміз 30 бөлеміз. 8-ші, яғни 8-дің квадратын аламыз. Оның алдындағысында 7 секундтың квадратын аламыз. Так, 60 метр, 60-ты 8-ді квадраттасақ 64, 7-ні квадраттасақ 49. Так, 60-ты бөлеміз. Біз қанша болады балдар? 64-тен 49-ды алатын болсақ 15 болады. 60-ты 15-ке бөлетін болсақ, 4 метр секунд квадрат болады балдар. Келесі есеп балдар, бастапқы жылдамдықсыз қозғалған дененің 15-ші секундтағы орын ауыстыруы 10-ші секундтағы орын ауыстыруынан 17 метрге артық. Дененің үдеуі тап дейді балдар. Ал берілгенін жазайық. Т1 тең 15-ші секунд. Т2 тең бізде 10-шы секунд. Так, бізде 15-ші секундтан 10-шы секундтаға қарағанда 17 метрге артық болатын болса, S1, S2 қосамыз 17 болады балдар. Үдеуін тап дейді. Так, мына жерде біз бірінші S1-ді табамыз. S1 AT1 квадрат бөлінген 2. Так, А үдеу белгісіз бізде Т1-іміз балдар. 15-тің квадраты минус 14-тің квадраты. Көбейтеміз аға, бөлеміз 2-ге. Тең 15-тің квадраты балдар 225, 14-тің квадраты 196, бөлеміз бізде 2-ге. Көбейтеміз аға. 225-тен 196-ны алатын болсақ, 29 болады балдар. 29 А бөлеміз 2-ге. Ал оны 2-ге бөлетін болсақ, 14,5 А болады. Ал енді бұл S1. Бұл S1. Ал енді біз S2-ні жазып жіберейік балдар. S2-ні жазатын болсақ, AT2 квадрат бөлінген 2. Так, А бөлінген 2, Т2-міз 10. 10-ның квадраты аламыз 9-ның квадраты. Тең. Так, 100-ден 81-ді алатын болсақ 19. 19-ды 2-ге бөлетін болсақ, так, 9,5 А болады балдар. 10,5 А. Енді мына теңдікті қайтадан жазып жібереміз біз. S1-іміз біздің 14,5 А тең 9,5 А қосамыз 17. Тең 14-тен 9,5-ті алып тастасақ қанша шығады? Қанша шығады? 5 шығады балдар, 5 тең 17. 5А тең 17. Аны 17-ні 5-ге бөлемін. Тең бізде 3,4 метр секунд квадрат шығады балдар. Келесі есеп балдар, аялдамадан араларына 2 минут интервалмен бірдей үдеумен 2 автомобиль қозғалды. Екінші автомобиль қозғалғаннан кейін оның жүрген жолы біріншіге қарағанда 9 есе кем болатын уақытты анықтаңыз дейді балдар. Бұл жерде дельта Т тең 2 минут. 2 минут. Біріншіге қарағанда 9 есе кем болатын дейтін болса, балдар S2 болады. S1 бөлеміз 9 есе. Бөліп жібереміз. Так, бізге екінші автомобильдің уақытын табу керек. Екінші автомобильдің уақыты. Так,
Бұл жерде біз делтаны неге тең тауып алайық? Т1 минус Т2-ге тең. Енді бірінші автомобильдің жүрген жолы мен екінші автомобильдің жүрген жолдарын жеке-жеке жазып алайық. S1 тең АТ1 квадрат бөлеміз 2-ге. Е? S2 тең АТ2 квадрат бөлеміз 2-ге. Так, енді екеуін қатынасын аламыз. Ал балдар, Т1-ді біз былайша жазып аламыз. Т1-ді біз осылай жазып аламыз. Мына жерден Т1-ді табатын болсақ, делта Т қосылған Т2 болады. Дұрыс па? Мына минус Т2 мынаға плюс болып барады ғой. Енді қатынасын аламыз, балдар. S1 мен S2-ның қатынасын аламыз. S1 бөлеміз S2 тең АТ1 квадрат бөлеміз 2-ге. Так, S2-ні жазамыз мына жерге. АТ2 квадрат бөлу 2 алымына шығады, балдар. Міне. Сонда мына мен қысқарылып кетеді, үдеу мен үдеу қысқарылып кетеді. Бізде Т1 квадрат бөлеміз Т2 квадрат қалады. Енді Т1-ді жазайын мен. Делта Т қосамын Т2 болды. Мынаны жаздым, балдар, мен. Еще оның квадраты. Бөлеміз Т2 квадрат. Т2 квадрат. Енді былай жазайық. S1 мен S2-міз біздің неге тең, балдар? S1 деп жазып аламыз. Я? S2-мізді, балдар, мен S1 бөлінген 9 деп алам. S1 бөлеміз 9. Тең. Мынаны қайтадан жазамын. Қайтадан жазғанда, мына делта Т квадрат қосамыз Т2 квадрат бөлеміз Т2 квадрат. Так, S1 мен S2-ні қысқартып жіберем да, менде 9 шығады. Ал енді мына квадраттардан құтылу үшін мен 9-ды түбір астына салсам болады, балдар. Так, 9-ды түбір астына салсам болады. Мына тең делта Т қосамын Т2 болады. Бөлеміз Т2. Енді мен 9-ды түбір астынан бізде қанша шығады, балдар? 3 шығады, әрине. 3 шығады. 3 тең делта Т менің 2-ге тең, қосамын Т2. Бөлемін Т2. Міне 3Т2 2 қосылған Т2 болды. Т2 мына жаққа жіберемін. Сонда 2Т2 тең 2 минут болады. Так, Т2-ні табатын болсам, 2-ге 2-ні бөліп жіберем, сонда менде 1 минут шығады, балдар. Оны жауабы 1 минут.